Асма жалпы орта білім беретін мектептің 6 сынып оқушысы Қабенов Бағлан. Менің отаным менің бастамам тақырыбында Қазақстандағы 100 жаңа есім тақырыбындағы филолог, лингвист Манкиева Жамал апайымыз туралы өмірбаянды назарларыңызға ұсынатын боламын. Манкиева Жамал апайымыздың өмірбаяны 1998 жылдан бастап Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты жанындағы қазақ тілі және түркі тілдері мамандықтары бойынша филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғайтын диссертациялық кеңестің мүшесі. 2000 жылдан бастап диссертациялық кеңестің ғылым хатшысы, 2001 жылдан лингвистикалық басылым «Тіл таным» журналының жауапты редакторы. Реконструкция мертвых корней глагольных основ казахского языка тақырыбында кандидаттық қазақ тіліндегі мәдени лексика деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады. Лингвистиканың Қазақстандағы бастаулары 1990 жылдары Қазақстандағы тіл зерттеуінде жаңа бағыт пайда болды. Тіл мен сананың байланысы зерттеу қазіргі заманғы ғылыми теорияға негізделді. Сыздық, Қайдар, Манкиева тіл таным мәселесін жаңа деректерге көтерді. Жамал Манкиеваның академиялық жолы 1991 жылы реконструкция первичных корней глагольных основ казахского языка, 1997 жылы қазақ тіліндегі мәдени лексика, 1998 жылы Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білім институты жанындағы қазақ тілі және түркі тілдері мамандықтары бойынша филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғайтын диссертацияның кеңестің мүшесі. 2008 жылы Манкиеваның зерттеулерінің бағыты мен нәтижесін көрсететін қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері атты ғылыми монографиялық еңбегі жарық көрді. Негізгі еңбектері 1987 жылы реконструкция мертвых корней глагольных основ казахского языка, 2002 жылы қазақ грамматикасы, фонетика, сөз жасам, морфология, синтаксис авторлардың бірі. 2010 жылы қазақ тіліндегі байырғы түбірлерді жаңғырту, 2008 жылы қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері. Жамалдың елге ұлтқа сіңірген еңбегін танытқан басты қыры оның ғалымдығы. Оның қаламынан шыққан 300-дей ғылыми еңбектер, монографиялар, оқу құралы, ғылыми мақалалар жарық көрді. Жамал Манкиева Қазақстан Республикасында тарихи, морфология, лексикология салалары бойынша қазақ тіл біліміндегі жетекші ғалымдардың бірі. Ғасырлар бойы халықтың көкірегінде жатталып, жадында сақталған көне тамырлы сөздердің тарихына үңіліп, тілдік тұрғыдан табиғат барлап, жасалу және сақталу жолдарын, тілдік құралдарын анықтау, мағыналық заңдылықтарын көрсету мен көнеру себептерін ашу және тағы басқа. Түркі тану аясында ғана емес, қазақ тіл біліміне де зерттеу нысанынан тыс қалған жоқ. Профессор Жамал Манкиева 2007 жылдан бері қазақ тілінің ұлтты рухани тұтастырушылық қызметі деген тақырыпқа жетекшілік етіп келді. Бұл тақырып ұлттық идея Қазақстанның тұрақты дамуының негізі деген мемлекеттік бағдарлама бойынша орындалуда. Жұмыстың негізгі мақсаты қазіргі қоғамдық әлеуметтік жағдаят пен ұлттық сананы жаңғыртумен байланысты. 2008 жылы Жамал Манкиеваның зерттеулерінің бағыты мен нәтижесін көрсететін қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері атты ғылыми монографиялық еңбегі жарық көрді. Бұл еңбек қазіргі тіл білімі даму деңгейінің сан салалы теориялық ұстанымдарына сай бүгінгі күні тілдік зерттеулердің бағдарын анықтауға, жеке лингвистика шеңберіндегі маңызды тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Осыған сәйкес тілдің қоршаған әлем мен адам факторымен сабақтастығын зерделеу қазіргі қазақ лингвистикасының халықтық сипаты мен әлемдік ғылым деңгейіне көтеріліп, негін бір арнада тоғыстырады. Осы тұстастықта қарастырылатын тілдің табиғатын, адамның мәдени, рухани, әлеуметтік
жалғастыруда. Ғалымның осы аталған еңбегі бағаланып, 2010 жылы Қазақстан Республикасының Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлығының лауреаттығына ұсынылды. 2010 жылы ғалым қазақ тіліндегі баяғы түбірлерді республикасында жаңғырту атты монографиясын баспадан шығарды. Жәкен Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға қазақ әдебиеті тілінің сөздігін құрастыруға белсене араласып, 4-ші орын асқан еңбекқорлығы. Қорытынды ойға келетін болсақ, оның ғылыми құмарлық талантын бар қырынан көрсетумен, тынымсыз ізденісімен, дарын қабілетімен жеткен жетістігі. Назарларыңызға